Қазақстан Республикасының бас прокуроры Берік Асыловқа бейне үндеу. Мен Масахова Мадина Нұрғазықызы, жалғыз басты ана, ағылшын тілі мұғалімі, дипломмен ауылға қатысушысымын. Жамбыл облысы Шу ауданы Бекмаханов мектеп гимназиясының директоры Айыстаева мектепте себепсіз ақша жинағанын дәлелдегенім үшін менен кек алу үшін мені жұмыстан заңсыз босатты. Аталған дерек бойынша 03.06.2022 жылы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 385 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған болатын, яғни жалған құжат жасау бойынша. Қылмыстық істі тергеу барысында мені бұйрықтармен таныстырмағаны, бір тәртіптік теріс қылыққа 3 рет жаза қолданғаны, барлық құжаттар артқы күнмен жасалғандығы, мені жұмыстан шығаруға негіз болған Шу ауданы әкімінің экс-орынбасары Жақсыбаевтың номер 4 қаулысы қате шығарылғандығы, Қазақстан Республикасы еңбек кодексінде тәртіптік жазаға тартуға еңбек кодексінде көзделмеген тәртіптік жазаға тартуға болмайды деген баппенен ескерту сөгіс қатаң сөгіс артқы күнмен берілгендігі, яғни баптың өзінің дұрыс қойылмағандығы анықталған болатын. Сонымен қатар келісу комиссиясының мүшесі ретінде Ай Текбаеваның қол қоймағандығы, өзінің келісу комиссиясының мүшесі екендігі білмегендігі де анықталған болатын. Алайда осыған қарамастан Жамбыл облысының прокуроры Нұрғалым Әбдіров өзінің қызметін асыра сілтеп пайдаланып, анықталған заң бұзушылықтарды қаулыға енгізбей, қылмыстық істі азаматтық іспен облыстық сотқа жүгіне аласыз деп істі бұрмалап заңсыздыққа өзі жол берді. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы бас прокуратурасына жазған шағымымызды қайта шағым келтірген Нұрғалым Әбдіровтің өзіне жіберген болатын. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы бас прокуроры Берік Асылов мені жеке қабылдауыңызды сұраймын.